Қош Эфирімізге көрдік. қош келдіңіз. Әуелі сізге алғыс айтып бастағым келіп отыр. Ұсынысымызды жерде қалдырмай, бүгінгі тікелей эфирға шығуға келісім бергеніңіз үшін сізге көп рахмет. Төребек мырза, өзіңізді бір таныстырудан бастасаңыз, одан кейін бүгінгі өзекті тақырыбымызға көшейік. Сіздерге де рахмет. Көп шақырғаныңыз үшін. Атым Төребек. 47 жасындамын. Психолог болып жұмыс істеп жатырмыз. Жеке консультация. Тағы? Қанша балаңыз бар? Енді менің тақырыбым бала тәрбиесі ғой, сондықтан енді оны сұрамай өте алмаймын. 5 бала шағам бар. Тамаша, керемет. Жақсы, Төребек аға, бүгінгі енді тақырып, терең тақырып таңдадық, бір ауқымды тақырып. Бұны таңдауым себебі де мынау. Енді біздікі бала тәрбиесі болғаннан кейін, біз енді бала тәрбиесінде ылғи айтамыз ғой, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деп ата-аналарға. Сол енді өзін тәрбиелеу деген нәрсе негізінен келген кезде осы нәпсі тәрбиесі ғой. Сондықтан да осы нәпсі деген тақырыпты таңдадық. Сондықтан енді осы тақырыпты жан-жақты бүгін иншалла талқылауға тырысайық. Сізде енді кіріспе сұрақ ретінде нәпсі дегеніміз не? Бірінші соны бір ашып берсеңіз, функциясы қандай, не үшін нәпсі жаратылған деген тақырыппен бір кіріспе жасасақ. Нәпсі деген бізге берілген инструмент негізінде. Бізді не үшін жаратқан мәлім, белгілі ғой. Тек қана құлшылық жасау үшін. Нәпсі де сол үшін берілген, тек қана құлшылық жасау үшін. И бір наушникпен сөйлесем. Жақсы естіліп жатыр ма? Иә, жақсы естіліп тұр. Аха. И сол инструменттердің бәрі бізге көмекші да. Адам болуға ше. Адам болу, әсте дейді ғой. Нәпсі соның ең өзекті бір инструмент, ең маңызды инструменттердің біреуі. Бізді адам қылатын инструмент. Адам болуымызға тікелей көмегі бар. Нәпсі эго дейді ғой орысша негізінде. Эго деген өзім деген сөз. Мен, өзім. И мен деген ұғым бізге өзін тану үшін, кім екенін түсіну үшін. Мен деген нәрсе берілмесе бізге кім екенімізді түсінбейтін едік. Өзімізді танымайтын едік. Алла тағаланы танымайтын едік. И нәпсі ешқашан тоюды білмейтін бір механизм. Тоюды білмейді. Тоқтауды білмейді. Былайша айтқанда бізді үнемі жетелейтін бір инструмент, локомотив сияқты ше. И біз оны тойдырумен әлекпіз да, нәпсімізді ше. Бірақ соған қандай тамақ береміз, ол сол негізгі мәселе. Қандай тамақ береміз нәпсіге ше. И нәпсі үнемі қарны аш болғаннан соң, үнемі тамақ ләззат қалайды ғой. Ләззаттың бүкіл болмыста, бүкіл нығметтерде бар екенін көрсететін бізге тоже нәпсі. И біз оны қалай қолданамыз, ол инструмент қалай қолданамыз, солай қарай жүреміз, сол бағытта. Мысалы, бастапқы кезде ол бір сырье сияқты. Сырье бастапқыда ол тәрбие көрмеген топырақ сияқты да, немесе ұн сияқты. Оны әбден тәрбиелейді, илейді, пісіреді, сосын барып нан болады. Сол сияқты нәпсі де бізге берілген бір инструмент. И ләззат алған кезде, ләззаттарды бірінші біз сүттен аламыз ғой, туылған кезде ше. Сүттен аламыз, сосын одан тыйыламыз да, тамақтан аламыз. Одан тыйыламыз, кәмпиттен аламыз, тәттіден аламыз. Мороженое жейміз, торт жейміз, одан кейін одан тыйыламыз. И запростар көбейе береді. Қарын тоймайды. Ол аштық үнемі жалғасай береді. Ол бізді жетелейді, негізінде дамуға жетелейтін нәрсе. Сосын барып жаңағыдай үйленеді. Ол басқа ләззатке өтеді, басқа ләззат не екенін түсіне бастайды.
ары қарай өскен сайын бала шағаның ләззатын көре бастайды. Ары қарай өскеннен кейін рухани ләззатын көре бастайды. Сөйтіп дамып кете береді. И соның бізге ләззатын таттыратын, негізінде түсіндіретін нәпсі ғой. Нәпсі бізге көмектеседі да. Соған қандай тамақ береміз, соған байланысты. Оған тамақ беру негізінде бізге Алла Тағала екінші инструмент берген тағы да. Оны қалай қолдануымыз керек екен. Ол ерік. Екінші инструмент. Ол ерік. Ерік негізінде ол да біздікі емес, ол да инструмент. Оның да инструкциясы бар, қалай қолдану керек екен. Ерік нәпсін басқару үшін берілген инструмент. Нәпсіге қандай тамақ беру керек екен, ол таңдайды да. И ол ешнәрсеге тәуелді емес, ерік. Бәрі оған бағынады. Бәрі ерікке бағынады. Нәпсі де соған бағынады. Ерік егер қолға алмаса нәпсіні, ерік жұмыс істемейтін болса, ол адамды шірітеді, нәпсі адамды шірітеді. Ол даму болмайды ол кезде. Ол тек бір нәрсемен қалып қалады. Тек жаңағындай тән ләззатымен қалып қалады. Даму болмайды. Ал ерік оны рух және жүрек ләззатына жетелейді. Көрсетеді. Неден ләззат алу керек екенін көрсетеді. Соны басқарады ерік. И нәпсіні 7-ге бөледі, 7 мәртебеге, 7 жағдай, уровень мәртебесі, дәрежесі болады дейді. 7 дәрежесі. Соның ең бірінші дәрежесі ол жәндіктердің дәрежесі. Оған жәндік деп қарайды да бірінші нәпсіге. И бірінші нәпсінің аты Аммара. Аммара деген бұйрық беретін, тек бұйырады ол. Бұйрықты түсінетін, бұйрықпен амал ететін. И ол бірінші нәпсі тек жаманшылықпен жұмыс істейді. Жаманшылық бұйырады. Жұмысы сол, тек жаманшылық бұйыру. Бірінші нәпсіде ол жәндік болғаннан кейін, жәндік сияқты болғаннан кейін адам болмайды. Бірінші нәпсіде жәндік болады. Ол адам болу үшін, адам дәрежесіне шығару үшін ақылды қосу керек. Ақыл қашан қосылады? Сұрақ қойған кезде. Сұрақ қоймайтын болса, ойланбайтын болса, жәндік болып жүре береді. Поэтому адам болу үшін ол ақылды қосу керек, мейлі істету керек. И ол сұрақпен болады. Сұрақ болмаса, тоқтайды, дамымайды. Поэтому сұрақ қою ол всегда процесс. Ол процесс тоқтамау керек. Үздіксіз жалғасатын процесс. Сұрақ тоқтаса, ол тұрғын су сияқты сасай бастайды. Шірей бастайды, болотаға айналады. И бірінші нәпсі ол болота. Адамды тартып кете береді. Ол жақтан шығудың жолы ол ақыл, сұрақ. Бірінші нәпсіден шығудың жолы. Сол үшін баланың тәрбиесінде ол өте маңызды нәрсе. Баланың тәрбиесіне келетін болсақ. Біз балаға приказ беретін болсақ, бірінші нәпсіге мәміле жасаймыз да, бірінші нәпсімен сөйлесеміз, приказбен, бұйрық айтумен. Сұрақ қоятын болсақ, оның миын жұмыс етеміз, баланы. Сол кезде ол адам бола бастайды. Адаммен сөйлесеміз былайша айтады. Адаммен сөйлесеміз. Сұрақ қоятын болсақ, одан сұрайтын болсақ, сол кезде оған құрмет көрсетіледі. Алла Тағала бізді жаратқан кезде бізге сұрақ қойған негізінде. Жәндіктерге сұрақ қоймаған, оларға приказ берген да. И бізге көрсеткен адаммен қалай сөйлесу керек екен, адам қандай дәрежеде жаратылған, оған қандай құрмет көрсету керек екен. И оған сұрақ қойылса, ол құрмет көрсету деген сөз. Приказ берілсе, құрметсіздік деген сөз. Қандай сұрақты кішкене аша аламыз ба? Мысалмен, қандай сұрақтар? Сұрақтың да сұрағы бар. Балаға мысалы, балаға бір нәрсені істе деп айтасыз ғой. Бір нәрсе істе деп айтқан кезде ол приказ болады да. Егер осыны істеуіңді сұрасам бола ма деп сұрақ қойса, онда құрмет болады, адам болады.
Дәл Керемет. соны сұрақпен беретін болса, бала ойлана бастайды, адам бола бастайды, өз шешім қабылдай бастайды. Мгм. Ал оған істе деп приказ берсе, оған жәндіктің мәмілесін жасайды, оның ақылына құрметсіздік жасайды. Оның ақылмен санаспайды да. Мгм. Сұрақ қойған кезде бағанағы ерік деген инструмент жұмыс істей бастайды ғой. Яғни бала өзінің Иә, еркін қолдана отырып, сіздің сұрағыңызға таңдау жасайды былайша кезде. иә. Ерік негізінде Алланың ерігіне байланысты болғаннан кейін бұйрықтарды Алладан алады да тікелей. Мгм. Соған бағынады. Ерік өзінікі емес. Ерікті бізге не үшін берген? Алла Тағаланы тану үшін, ерік кімдікі екенін білу үшін. И сол еріктің каналында жұмыс істеу негізінде сол жақпен тікелей байланыста болу. Сол байланысты үзбеу үшін. Мгм. Керемет. Ары қарай келесі сатыларға көтеріле береміз бе? Керемет келе Нәпсінің жатырмыз. ба? Мгм. Негізі нәпсі деген 7 саты, 7 дәреже дейді ғой. Жаңағыдай біріншісі тек жаманшылық бұйырады. Ол бір инструмент дедік қой. Мгм. Инструмент радиоприемник сияқты. Радиода 7 канал бар. Мгм. Азында тұрған кезде бірінші канал по умолчанию дейді ғой. Бірінші Мгм. каналда тұрады да. И бірінші канал шайтанға қосылады. Шайтан ол жерден вещание жасайды. Мгм. Радиосы соған қосылып тұрады. Сол жерден оның бұйрықтары келеді. Нәпсі соны орындайды. Соны айтқан істейді, соны бізге жеткізеді. Нәпсі былайша айтқанда колонка сияқты Мгм. антенна қабылдаушы. Бізге жеткізеді. И сол азында тұрған кезде бізге келетін ойлар, біз ойлаймыз біздікі деп. Бірақ приказдармен келіп жатқан ойлардың бәрі жаңағыдай мынаны істе деп. Мысалы ұйқымыздан тұрғымыз келмейді. Ұйықта дейді ғой, жат дейді, демал дейді, тағы да 5 минут сәл жата тұр дейді. Соның бәрі приказдар. Мгм. И біз оны егер сұрақ қоймайтын болсақ, оған кім үшін, не үшін деген сұрақ қоймайтын болсақ, оянбаймыз. Ақыл жұмыс істемесе, біз жалғастыра береміз ары қарай ұйқыны. Мгм. Айтқан істеп, ше. Сөйтіп, жаңағыдай одан шығу жолы бірінші нәпсіден, шайтаннан құтылудың жолы негізінде сұрақ қою, адам болу. Мгм. Сөйтіп, екінші нәпсі ол есеп беруші нәпсі. Лауама дейді оны. Біріншісі амара болса, әмір етуші. Екіншісі лауама. Мгм. Ол оны өзін кінәлаушы дейді да, бірақ негізінде өзіне есеп беруші ол. Өзіне сұрақ қоюшы, өзін танушы нәпсі ол негізінде. Ол ақылмен жұмыс істейді. Сөйтіп, сұрақ қоя бастаған кезде адам бола бастайды. Адам дәрежесіне шыға бастайды. И ол дәрежеде көп ғалымдар болады. Яғни ол дінге қатысы жоқ, просто ойланатын. Құранда айтады, ойланбайсыңдар ма дейді ғой. Мгм. Ойланатын мыслительдер, ойшылдар шығады да, сұрақ қоятындар. Мгм. И ол бірінші нәпсіде бәрі кінәлі болатын болса, екінші нәпсіде ешкім кінәлі емес. Ешкімді кінәламайды. И адам қай нәпсіде білу үшін соған қараса жеткілікті да. Егер менде бір адам кінәлі болатын болса, мен бірінші нәпсідемін. Мгм. Менде бір адам кінәлі болатын болса. Егер мен біреуге ренжіген болсам, значит, ол менде кінәлі. Мен ренжіткен адам ше. Мгм. Значит, ол менде кінәлі. Мен ақпын. Ол қара. Сөйтіп, бірінші нәпсі үнемі өзін ақтайды да. Өзі ақ, қалған бәрі қара. Мгм. Екінші нәпсіде ондай жоқ. Ода ешкім қара емес. Бәрі ақ. Өзінен басқа ешкім жоқ. Тек қана өзі бар. Мгм. Өзіне жауап береді. Оның орнына ешкім оған жауап бермейді. Бірінші нәпсіде бәрі кінәлі, бәрі оған жауап беру керек. Жаңағыдай не кінәлі? Жағдай кінәлі. Мгм. Детский травма дейді ғой.
Мысалы, балалық шағы кінәлі, ата-анасы кінәлі, тәрбиесі кінәлі, қоғам кінәлі, заман кінәлі, мемлекет кінәлі, бәрі кінәлі да оған. Адам бәрі кінәлі, өзі ақ. Ол бірінші нәпсі. А екінші нәпсіде ешкім кінәлі емес. Даже өзі де кінәлі емес. Өйткені өзін кінәлайтын полномочиясы жоқ оның. Ондай міндеті жоқ та өзін кінәлайтын. Ол просто өзін таниды, өзіне есеп береді. Сұрақ қоя бастайды. Сөйтіп, Құранда негізінде нәпс тәрбиесі демейді. Құранда нәпсін тазарту деп айтады. Кім нәпсін тазартқан болса, сол құтылды дейді да. Қад афлаха ман заккаха дейді. Өзінің нәпсін тазартқан, жаңағыдай бүкіл жануарлық, жәндік, негатив сезімдерден арылған, солардан тазарған адам құтылды дейді. Оның тазарудың жолы, одан тазарудың жолы өзін ақтамау, өзін тазартпау деген сөз. То есть тазарудың жолы өзін тазартпаудан шығады. Қашан өзін ақтамайды, сол кезде ол тазарады. Сосын нәпс тою білмейтін не ғой, инструмент. Тою жоқ та ода. Үнемі мақтануды қалайды. Мақтанғысы келеді. Үнемі өзін ұлықтағысы келеді. Үнемі өзін жоғары санағысы келеді. Сөйтіп, үнемі жаңағыдай өзін күшті біледі. Мен күштімін дейді. Үнемі ешкімге мұқтаждық, қажеттілік қаламайды. То есть независимый болғысы келеді. Постоянно. Ешкімге тәуелді болғысы келмейді. Былайша айтқанда құл болғысы келмейді. Өзі патша болғысы келеді. И бәрі оған бағынсын қалайды. Оның тәрбиесі наоборот істеуде. Соның бәрін теріске айналдыру. Мысалы, өзінің күшін жоқ деп санаса, сол кезде тәрбие көреді. Әлсіз болса, өзінің байлығын кедейлік санаса, өзінің білімін білімсіздік деп ойласа, то есть мен бәрін білем емес, мен дін білмеймін десе. Мысалы, ғалымдар білген сайын мен дін білмейді екенмін дейді ғой. Соны түсіне бастайды. Сол кезде ол нәпсі тәрбие көреді негізінде. Сол нәпсінің тәрбиесі. Олар қарама-қарсы нәрседе негізінде тәрбиені көреді да, нәпсі. Оның күштілігі әлсіздігінде негізінде. Оның барлығы жоқтығында нәпсінің. Өзін жоқ қылған кезде бар болады. Өзі бар болса, ол кезде жоқ болады. Ешқандай құны жоқ, мәні жоқ, мағынасы жоқ, бар болатын болса. Әр жерде мен бармын десе, менмін дейтін болса, мән мағынасы қалмайды. Мысалы, намаз оқыған өзінде де, мен намаз оқып отырмын десе, ол мәнсіз болады, құнсыз болады. Мен намаз оқып отырмын десе ше. Ол жерде тек намаз қалу керек. Тек намаз оқып отыр. Әрекет. Мен емес деу керек та. Тек әрекеттің өзі болған кезде ол бар болады. Мен жоқ болған кезде. Құр намаз қалған кезде. Немесе құр құлшылық қалған кезде. Мен жоқ болған кезде құлшылық бар болады. Сөйтіп, екінші дәрежеде өзін тани бастайды ғой. То есть, ақыл жұмыс дейді, екінші дәрежеде. Ақылын таниды, өзін таниды. Үшінші дәрежеде сезімдерін тани бастайды. Сезімдермен танысады. Сол кезде иман келтіре бастайды.
жүрекке бет бұрады. Жүрек бар екенін көре бастайды, таниды. Сөйтіп бұл дәрежеге барлық діндегі адамдар жете алады да. Христиандар да, буддисттер де, басқалар да үшінші дәрежеге жете алады. Бәрі Құдайын таба алады. Ал төртке бәрі жете алмайды. Төртте мойындау бар. Төртінші дәрежеде. Толық мойындап, оны орындау бар да, әрекетке өтеді. Тек қана қабылдау емес, тек қана сезіну емес, сонымен әрекет ету. Төртте басталады. Оны нағыз мұсылмандар істей алады. Төртке басқа діндер өте алмайтын себебі, кітаптардың бәрін қабылдамайды, пайғамбарлардың бәрін қабылдамайды. Сол үшін өте алмайды. Сол үшін орындау да болмайды оларда. Әрекет те болмайды да. Тек біліп, сезініп қалай береді. Бірақ әрекет жасамайды. Сөйтіп, төртте жүректер тыныштық табады. Немен? Алланы еске алумен дейді. Алланы еске алу деген сөз тоқтамайтын процесс. Әр дәреже ол процесс. Процесс тоқтаған кезде кері қайтады. Әр дәреже ол процесті. Жаңағыдай сұрақ тоқтаса, кері қайтады. Болотаға. Тұрғын су болады, сасиды. Сұрақ қоя бастаса, ағын су болады, тазарады. Ағын суда арам жоқ дейді ғой. Сол сияқты процесс бұның бәрі, дәреженің бәрі процесс. Ол жерде тұрақты нәрсе жоқ. Бәрі процесс. Ары қарай 5-6-ға біздің дәрежеміз жетпейтін болып тұр ғой түсінгенімше, иә? Негізінде ең қиыны екінші нәпсі. Ең қиыны ше. Лауама деген ең қиын. То есть, оны немен салыстырады? Таңғы намазбен салыстырады. Таңғы намазға тұру ең қиын. Ең тәтті ұйқы. Дененің ең босаған халі. Ұйқының өзі өлімнің бауыры дейді ғой. Ұйқыдағы адам өлік сияқты да, ұйықтап жатады. Сондай халден ол тіріліп тұру керек. Адам болып кете алу керек. Ол, иә, адам болып кету керек. Ол жәндіктен адамға трансформация дейді ғой. Жәндіктен адамға ауысу керек та, трансформация болу керек. Метаморфоза дей ма? Сол сияқты ең қиын екінші дәрежеде, екінші нәпсі. Өйткені 180 градус ауысады. Бірінші нәпсі шайтанға тартса, екіншінде бастап бәрі Аллаға тартады. Сол ең поворотный екінші нәпсі. И Алла Тағала оған Құранда ант етеді, екінші нәпсіге. Нәпсі лауама. Соған ант етем дейді. Алла Тағала бір нәрсеге ант ететін болса, оның маңыздылығын көрсетеді. Өте маңызды екенше, басқа нәпсілерге ант етпейді. То есть ең бірінші қадам адам болу. Бізді адам қылып жаратты ғой, өзіне қайту, өзегіне қайту. Сөйтіп, адам болған кезде ары қарай адами тіршілік жасай алады да. Жәндік халінде еш нәрсе істей алмайды. Ол тек деградация. Не деп сұрайын дедіңіз? Шайтанның ең белсенді болатын кезеңі сол біріншіде ғой деймін, иә? Екіде де белсенді болады. Біріншіде ғана басқарады. Екіншіде ол басқарамайды. Оның уасвасасы өтпейді. Өйткені адам ойлана бастайды да. Сұрақ қойған кезде уасваса өтпейді. Шайтанның уасвасасы қашан өтеді? Ойланбаса. Өйткені оның берген уасваса бар ғой, ойлары ше, дәлелмен келеді. Дәлел дейді, не үшін ол істеу керек екен? Мысалы, біраз жата тұр, сен шаршадың дейді да. Дәлел бар оның. Сен шаршадың. Тағы да демалсаң болады, әлі уақыт бар деген. Күндіз саған энергия көп керек болады деген сияқты. Иә, оның бәрі дәлелдер да. Не үшін? Ойланбау үшін адам. Адам ойланбасын дейді. Өйткені ойланатын болса, шығып кетеді адам. Ақыл жұмыс дейтін болса, ол бағынбайды оған. Шайтан оған әмір етемейді. Сөйтіп,
Шайтан өзі оны мойындайды. Сендерге қарсы ешқандай күшім жоқ дейді да. Yani biz adam болғаннан егер адамның рөлінде, адам функциясын атқаратын болсақ, ешқандай күші жоқ оның негізінде. Бірақ жәндік болған кезде күші бар оның. Біз оған қарсы тұра алмаймыз. Қарсылық жоқ бізде. Ойлану жоқ. Сұрақ жоқ. Сонда енді былай қарап отырсақ, біз егер андай түсінікті өлшем ретінде қарайтын болсақ, егер біз шайтанның азғыруын алданып жатып, уәсуасасын алданып жатсақ, біз уже валютаға қайтадан кеттік деген сөз ғой, иә? Бізде, сұрақ болмаса, валютадамыз. Значит, бізде бүйтіп әрқашан бүйтіп құбылмалы бір график болып тұр ғой адамда, иә? Иә, екінші дәрежеде егер ол бүкіл барлық ситуацияларын өтпесе, сұрақтармен ше, проработка жасамаса, барлық ситуацияларда ол образ жизни болмайынша үшке өте алмайды. Екінші дәреже, нәпсі. Образ жизни болу керек та. Соны өтпейінше үшке өте алмайды. Ол процесс, потому что постоянный процесс. Практика. Дүниеге практика үшін келдік. Балаға байланысты сұрағым келіп жатыр да. Балаларда нәпсі деген нәрсе қалай көрініс табады? Балаларда нәпсі жұмыс істейді. Айтады ғой, ол жетелейтін нәрсе. Негізінде ләззатты бізге таттыратын нәрсе. Сөйтіп ұмтылатын. Жаңағыдай. Тағы да қай жерден ләззат алуға болады? Не нәрседен ләззат алуға болады? Ол былайша айтқанда локомотив, нәпсі дамытатын. Бірақ оған жаңағыдай тән ләззатымен шектелмеу керек та ол. Тән ләззатын шектейтін болса, наоборот, дамиды. Ал тән ләззатын шектемейтін болса, ол сода қалып кете береді. Животный инстинкт. То есть бірінші дәреже ол жәндік. Бұл жерде тән ләззаты бар. Балиғат жасына дейін кейін деп жатады, мысалы, балиғат жасына дейін балаларға мысалы құлшылықтардың жаңағы парыз болмауы мысалы деген секілді тұрғыдан қарастыратын болсақ. Яғни ол жастағы балаларға қалай нәпс тазалау, нәпс тәрбиесін жүргізуге болады. Или қалай оларды қалыптастыруға болады. Енді дауысыңыз қайтадан шықты. Бала 12 жасқа дейін негізінде тәжірибе алады, өміріне дайындалады. Бір мүшел жас бар ғой? Бір мүшел жас, оған мектеп ол. Сол жерде ол барлық нәрсені үйренеді. Жақсы, жаман бәрін үйренеді. Бүкіл установкалар отырады. Барлық шешімдер отырады, қалыптасады. 12 жасқа дейін. Сөйтіп ол мектеп сияқты да, ол жерде сұрау жоқ. Ол жерде барлық нәрсені ол көріп жатыр, үйретіп жатыр. И оған барлық нәрсе инструмент. Ал вот кейін, жаңағыдай жақсы жаман нәрсені білгеннен кейін, айырғаннан кейін, өз шешім қабылдайды. Оны қалай қолданатын? Травма ретінде ме, опыт ретінде ме? Өз шешеді. Егер травма болатын болса, травма деп алатын болса, ол оны копировать етеді да. Сөйтіп, ақылды қолданбаған үшін оған біреу кінәлі болады. Ол просто копиясын алады оны. Сөйтіп қайталай береді. Копировать етеді. Егер опыт қылып алатын болса, ол түсінеді. Мен мынаны көрдім. Бұл жаман нәрсе, қиыншылық. И мен бұны біреуге жасатпауым керек. И бұны жасамауым керек десе, опыт алады да. Сол кезде содан отталкиваться дейді. Содан бастап дами бастайды. Жақсы, келмеді. Аға, енді сіздің өзіңіздің әке ретінде бала тәрбиесінде ұстанатын 3 ұстанымыңыз? Ұрыспауға тырысам. Шарт қоймауға тырысам. Өйткені шарт қоятын болса, ол жаңағыдай мен патша болып кетем да. Олардың орнына шешім қабылдап кетем. Ойлануына мұрсат бермеймін. Мен бастық болып кетем. Мен өмір сүрем, олар өмір сүрмейді.
Жақсы көрем. Бірінші шарт қоймайсыз, екіншісі жақсы көресіз, үшіншісі Ұрыспаймын. Ұрыспайсыз. Жақсы, тамаша. Одан кейін аға, енді бүгін Рамазандамыз ғой. Оразаға байланысты бір естелігіңіз, алғашқы оразаларыңыздан бір қызықты бір естелік. Алғашқы оразада жас кезінде болған, ол бала кезінде болған. Бала кезінде біз ойын ойнайтынбыз түнімен. Сөйтіп күтетінбіз ше, сәресін. Қадір түні сөйтіп күтетінбіз. Ойын ойнаумен. Ойын ойнаумен. Сол қалыпты да. Естілді дауысыңыз қайтан. Жабыр қатып қалған еді. Бұлай естіліп жатыр ма? Иә, қазір естіліп тұрсыз. Қандай сұрақ болған еді? Өзіңіздің оразаңыз бір қызықты естелігіңіз оразаға қатысты. Негізінде сол-ақ менде қалып тұрған қазір. Қадір түнде ойын ойнайтын. Біздің де бұрын солай бір есте қалған. Қадір түнін күтеміз дейді, дастарханды керемет қылып жайып қойып, әйтеуір теледидар көріп отырып деген секілді. Керемет аға. Аға, біз шамамен эфирдің соңына келіп қалдық. Сізге көп-көп рахмет. Оқырмандарға бір тілегіңізді айтсаңыз, сонымен эфирді аяқтасақ болады. Тілегім негізінде әрдайым тілекте болып жүрсе адамдар. Тілекте ше, сұрауда. Сұрауларың болмаса қандай құндылықтарың бар дейді Алла Тағала. Яғни біздің құндылығымыз сұрауда екен да. Тілекте болуда әрқашан. Яғни тілек дұғада деген сөз ғой былайша кезде. Иә. Жақсы аға, сізге көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Анда бір керемет не болды. Оқырмандар да жазып жатыр, ойымдағы сұрақтарға жауап алдым деген секілді. Мына жақтан жүректерді көріп жатыр, ол да бір лүпіл болып жоғары көтеріліп жатыр. Сізге Алла разы болсын. Келесі эфирлерде кездескенше. Алла разы болсын. Оқырмандар, сіздерге де көп-көп рахмет. Бүгінгі бізде эфирде бізбен бірге болғандарыңыз үшін. Сіздермен де келесі эфирде кездескенше.